Қазақта ұршықта үйіріп алдына келді деген сөз бар. Бұл сөздің бір шетін сонау қазақ халқының басына туған қуғындау, зұлмат жылдарымен байланыстыруға болады. Себебі сол жылдары бет қаратпас қызыл шұнақ аяздарда қазақтың қарапайым аналары мен балалары тоқылған жылы киім қазақ жауынгерлеріне қорғаныш болса, оны иірген қазақтың ұршығы еді. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, көрермендер. Бүгінгі сөз етпек болып отырған жәдігеріміз ұршық. Атадан балаға мұра болып келе жатқан қазақ қолөнері, қазақ ұршығы. Бұл жүннен шекелеп, жіп иіруге арналған жеңіл құрал. Қазақстан аумағында ұршықты шаруашылықта пайдалану сонау неолит заманынан бастау алған екен. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұршық мал өнімдерін пайдаланудағы ең басты еңбек құралдарының бірі болған. Бұл музей қорында сақтаулы тұрған ұршық 20 ғасырда қолданылған. Ағаштан ойып қашау әдісі арқылы жасалынған. Ұршықпен қап, дағар, алаша, басқұр, термебау, шекпен, тағы да басқа тұрмыстық бұйымдар мен киім-кешектерге арнап жіптер тоқылған. Әрбір ұлт пен ұлысты бір-бірінен даралайтын оның тілі мен ұлттық болмысы, мәдениеті мен өнері, соның ішінде қол өнері. Сондықтан да қазақ халқының сәндік қолданбалы қол өнері ұршықты әрдайым насихаттап, салт дәстүрді біле жүрейік.